Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі бейнеде біз зұлмат өліктердің көтерілісі ужастикті талқылаймыз. Бұл қорқынышты оқиға Тереза есімді қыз судың жағасында музыка тыңдап отырған көл үйінде басталады. Кенет оның артында Калеб есімді адам пайда болып, оны ішке секіріп жібереді. Калеб оны мазақ ете бастайды. Ал Тереза ашуланып, сырқаттанып жатқан дос қызы Джессикаға баруды ұсынады. Бірақ Калеб оған дәрі беріп қойғанын және ол демалып жатқанын, сондықтан уайымдаудың еш қажеті жоқ деп жауап береді. Осыдан кейін Тереза кабинаға кіріп, Джессиканың төсекте ұйықтап жатқанын байқайды. Тереза жақын жердегі орындыққа жайғасып, үнсіз готикалық классикалық Узеринг биіктерін оқи бастайды. Кенет Джессика бұрмаланған дауыспен кітаптағы жолдарды айта бастайды. Тереза оның төсекте отырғанын көріп шошып кетеді. Біраз уақыттан кейін Джессика жерге сүрініп қалады. Ал Тереза досын тексеруге асығады. Бірақ ойламаған жерден есінен танып қалған Джессика Терезаның басын жұлып алады. Жарақаттарына қарамастан, Тереза хаос басталған кезде оның жағдайын көріп шошып қалған Калебке қорқынышты оқиға туралы ескерту үшін доққа қарай жүгіреді. Джессика дронды ұстап алып, суға құламас бұрын онымен бетін кесіп алады. Калеб оқиғаның бұрыстығына таң қалып, оны құтқару үшін көлге секіреді, бірақ ол су астында өліп қалады. Енді Джессика көлдің тереңінен қорқынышты түрде шыққанға дейін бөлшектелген басын Терезаға лақтырады. Әрі қарай көрініс бір күн бұрын өтіп, осы оқиғаға келген оқиғаны ашады. Біз Бет есімді әйелді ваннада бірге жұмыс істейтін топпен түнгі клубта көреміз. Ол қобалжумен жүктілік сынағын тапсырады, және ол оң нәтиже береді. Ол нәтижеге алаңдайтыны анық. Бет кеңес алу үшін әпкесі Элиге баруды шешеді. Басқа жерде біз Лос-Анджелестегі ескі пәтерде тұратын Элиді көреміз. Ол тату суретші болып жұмыс істейді, және 3 баласымен тұрады. Дэнни, ұмтылған диджей, Бриджит, саналы қызы және кенжесі Кейси. Дәл осы кезде Бриджитке көршісі Джейк есікті қағады. Алайда ол оның Қарағаш көшесінде қорқынышты түс көруді шақырудан бас тартады. Көп ұзамай Бет Элидің орнына келеді және апалы сіңлілердің бір-бірінен ажырасып, қарым-қатынасы қиын екені белгілі болады. Бет барлығына сыйлықтар таратады. Бірақ ол әкесіне сыйлық алып бергенде бәрі ренжіген сияқты. Содан кейін Эли 3 баласын пицца сатып алуға жібереді және әпкесіне оның күйеуінен бірнеше ай бойы бөлек тұрғанын айтады. Бет бұған таң қалып, Элиден неге оны ертерек айтпағанын сұрайды. Эли 2 рет хабарлама қалдырғанын, бірақ жауап алмағанын айтады. Енді Бет қатесін түсініп, әпкесінен кешірім сұрайды. Бірақ Эли әлі де ашулы. Осы уақытта балалар пиццамен қайтып келе жатқанда, қатты жер сілкінісі болып, көлік тұрағында шұңқыр қалады. Жер дірілдегеннен кейін, Дэнни шұңқырды зерттеп, ішіндегі шатырды табады. Қоқыстардың арасынан ол Necronomicon Ex Mortis, яғни өлілер кітабы сияқты белгілі бір заттарды қорғайтын бірнеше қасиетті жәдігерлерді байқайды. Ол кітапты анасы сата алатынына сеніп, пәтерге қайтаруды шешеді. Бриджит бұл жоспарға қарсы және олардың анасы ұрлаған нәрсені кешке түсірмейтінін айтады. Бірақ Дэнни табанды. Оның үстіне ол кітаппен бірге тапқан винил пластинкаларының біразын алады. Осы уақытта пәтерге оралған Эли балаларына алаңдап, көрші Габриэльмен бірге оларды табу үшін кете жаздайды. Алайда балалар көп ұзамай оралады және Эли оларды қатты құшақтайды. Олар қауіпсіз екенін сезінеді. Енді Дэнни мен Бриджит бөлмеге кіреді. Кітапты қарап жатқанда Дэнни оның қолын кесіп алып, оған қанның біразын төгеді. Бұл кітаптың ашылуына себеп болады. Олар ондағы қорқынышты суреттерді кездестіреді. Бұл Бриджитті қорқытып, кітапты жабуға мәжбүр етеді. Ол Дэнниге бұл ұнамайтынын және оны дәл қазір қайтару керектігін айтады. Алайда ол кеткеннен кейін, Дэнни діни қызметкерлердің айтуы бойынша кітаптың қорқынышты әлеуеті туралы жазылған жазбаларды ойнайды. Бұл діни қызметкерлер оны зерттеу үшін шіркеуге қарсы шықты, бірақ онымен бірге келген зардаптарға ұшырайды. Енді Дэнни қорқады және рекордты тоқтатуға тырысады, бірақ ол ойнай береді. Және ол қорқынышпен қарап тұрғанда, кітаптың беттері өздігінен айнала бастайды. Осы уақытта Эли лифтке заттарын алып қайтып келе жатқанда, біз олардың ғимаратына зұлым күштің жақындап келе жатқанын байқаймыз. Ол лифттен сыртқа шыққанда, Элиге көрінбейтін жын шабуыл жасайды және лифт құлай бастайды. Бұл оның есінен танып қалады. Ол ақыры есін жиған кезде, басының қатты ауырғанын сезіп, қашуға тырысып көмек сұрайды. Алайда көзге көрінбейтін жын оны лифт сымдарымен қатыгездікпен байлап, азаптай бастайды. Қорқынышты күшейту үшін кенеттен электр қуаты өшіп қалады. Ал Бриджит Бетке бұл тек олардың ғимаратына әсер ететін электр қуатының үзілуі сияқты көрінетінін хабарлайды. Дэнни сақтандырғыш қорабын зерттеп, Бриджит шам жағып жатқанда Эли диадит деп аталатын жын шайтан күшінің иелігіндегі пәтерге келеді. Ол ас үйге кіріп, газды қосып, қуырылған табаға жұмыртқаларды лақтыра бастайды. Олардың кейбіреулері қанға толы. Оның отбасы бұл көріністен шошып кетеді. Ал Бет не болып жатқанын түсінуге тырысады. Бірақ Эли өзін дұрыс ұстай бастайды және балаларын жыртып, олардың ішіне кіру туралы айтады. Кенеттен Эли қатты құсып, еденге құлап кетеді. Бұл балаларды қорқытады. Біраз уақыттан кейін нағыз Эли қайта пайда болып, Бетке оны жын ұрлап кеткенін хабарлайды және одан балаларын құтқаруды өтінеді. Осыдан кейін ол бірден құлап қалады және оның өмірлік жағдайын тексергеннен кейін отбасы Элидің қайтыс болғанын түсінеді.
Осыдан кейін Дэнни мен Бет Элиді ауруханаға апаруға тырысады, бірақ олар лифтінің дұрыс жұмыс істемейтінін біледі. Оларға көмектесу үшін Бет өзінің көршілері Габриэль мен Фонда мырзаға жүгінеді. Олар Элиді төсекке жатқызады. Енді мистер Фонда көмек сұрауға бара жатқанда Бет Элимен қарым-қатынасы үшін өз кінәсін мойындайды. Кенет оның телефонында Элидің жанып жатқаны туралы дауысты хабарлама ойнайды. Бет Элиге қараса, оның көзінде шыбын бар, ал Эли жыпылықтап қайта тіріледі. Дәл осы кезде балалар келіп, анасының әлі тірі екенін көз жеткізеді. Бет оларға күйіп жатқанын хабарлайды, сондықтан олар оны суық су толтырылған ваннаға салуға тырысады. Кенет Эли көзін жұмып, қабырғаға қайта секіреді. Бұл оның отбасын қорқытады. Бриджит Кейсиді тез арада алып кетеді. Эли қабырғаға көтеріліп, Габриэль мен Фонда мырзаның жуынатын бөлменің сыртында еститін айқайын шығарады. Соның салдарынан айналарда сынған. Ол ваннаға қайта түскенше бір сәт үнсіз қалады. Бірақ көп ұзамай ол ваннадан шығады. Ал Дэнни анасын шақырғанда ол анасының қазір құрттармен жүргенін айтады. Содан кейін Эли ванна бөлмесінен шыны сынығымен шығып, Бетке шабуыл жасауға тырысады. Күрес кезінде әйнек Беттің қолын тесіп кетеді. Ол қорғануға тырысады. Бриджит араласып, анасына тоқтауды өтінеді. Бұл Элидің агрессиясын қызға бағыттауға мәжбүр етеді. Ол Бриджиттің бетін татуировка қаламмен жаралап, оны жалауға тырысады. Бірақ Дэнни оны қараңғы бөлмеге құлату үшін орындықты пайдаланады. Осыдан кейін Габриэль келіп, Эли тез арада оған шабуыл жасайды. Ақырында екеуі пәтерден шығады. Ал Эли оны лақтырып жібермес бұрын оның көзін тістеп алады. Мұны көрген Бет оны құлыптап тастайды. Ал Эли оның басын есікке соғады. Ол біраз уақыттан кейін тыныштандырады. Бірақ Бет тесігінен Элидің Джейкті қуып, оны аяусыз өлтіріп жатқанын байқайды. Габриэль кенет орнынан тұрып көмек сұрайды. Бірақ Эли келіп, оның тамағында қазып алады. Енді мистер Фонда Элиді мылтығымен атып тастайды. Бірақ ол оны соққыға жығып, ақыры оны жаралайды. Кейінірек Бриджит Дэнниден анасының кітаптағы суреттерге ұқсайтынына сенетінін сұрайды. Дегенмен Дэнни кінәні және екі арасындағы физикалық жанжалдың орнын ауыстырады. Бет жағдайды жою үшін араласады. Ал Дэнни оған бірдеңе көрсеткісі келетінін айтады. Ол кітапты ұсынады және барлық мәліметтерді көреді. Осы уақытта Бриджит жарасының түсі өзгеріп, күңгірттеніп бара жатқанын байқайды. Оның үстіне бетінен қара қан тамшыла бастағанда үрейлене бастайды. Бірден ол оны шайып тастауға тырысады, бірақ оның орнына жәндіктердің үлкен тобын құсады. Бұл оны қорқытады. Осы кезде Кесси анасының ән айтып жатқанын естіп, дауыстың соңынан ереді. Ақырында Эли Кессиді есікті ашуға көндірді. Ал ашқан бойда Эли оның тамағынан ұстап алады. Алайда Бет пен Дэнни оған көмекке келеді. Ал Бет есікті қайтадан құлыптап алады. Көп ұзамай олар ас үйден шыққан дыбыстарды естиді. Бет ішке кіргенде Бриджитті ас үй үстелінің үстінде тығылып жатқанын көреді. Ол Бриджиттің шарап бокалын кеміріп жатқанын байқады. Содан кейін ол күліп, бетіне түкіріп, Бетті артқа қарай тайдырды. Енді Бриджит оған қарай жорғалап, оның аяғын ірімшік үккішпен жаралайды. Бірақ Бет оны құлатып алады. Содан кейін ол Кессиге шабуыл жасайды. Бірақ Кесси оны абайсызда таяқтың өткір ұшымен қадап алады. Енді Дэнни өзінің қайтыс болғанына сеніп, Бриджитті төсекке таңып, бүкіл апатқа жауапты болғаны үшін өзін кінәлі сезінеді. Содан кейін Дэнни Бетке хаостың себебі деп санайтын кітап пен винил альбомдарын береді. Содан кейін Бет жазбаларды тыңдау үшін бөлмесінде оқшауланады. Тыңдап отырғанда ол діни қызметкердің өзінің әріптестерін қалай жою керек екенін талқылап жатқанын естиді. Өйткені ол оларды толығымен бөлшектеуден басқа оларды тоқтатудың басқа амалын таппады. Бриджит орнынан тұрып, Кессиді бір жола өлтіремін деп бөлмеден шығып кетеді. Сондықтан Дэнни Кессиді қауіпсіз жерге итеріп жіберіп, әпкесін қорғау үшін Бриджитті пышақтайды. Бірақ Бриджит пышағын алып, бетіне қан құймас бұрын қолын пышақтап жіберді. Содан кейін ол оны кітапты қайтару туралы өтінішін елемет деп айыптайды. Дэнни үмітсіз әрекетпен Бриджитті қалайда өртеп жібереді, бірақ ол бұл процесте ауыр жарақат алады. Осы уақытта Диадит Эли ауа саңлаулары арқылы пәтерге кіріп, Бетке тағы да шабуыл жасайды. Бет бөлмеден шығып бара жатқанда үстелдің астына тығылып, Дэнни соңғы демін алар алдында Кессиден кешірім сұрап жатқан жараланған Дэнни мен Кессиге тап болады. Эли Бетті қамап жатқанда ол Беттің жүкті екенін біледі және оны жұлып ала жаздады. Бақытымызға орай, Кесси қайшыны Бетке қарай сырғытып, Элидің мұрнына пышақ соғуға мүмкіндік береді. Осыдан кейін Бет пен Кесси пәтерден қашу үшін лифтке жүгіреді. Алайда лифт істен шығып төменгі қабатқа баспалдақтар опырылып түскеді. Бет дереу мылтықты Фонда мырзаның қолынан жұлып алады. Біз Элидің мұрнынан қайшысын алып жатқанын көреміз. Енді Бет өрт сөндіру есігін жарып жіберейін деп жатқанда, Эли оларға шабуыл жасап, Бетті аяғын атуға итермелейді. Осыған қарамастан Эли орнынан тұрып, Кессиге Беттің оны анасынан ажыратуға тырысатынын айтады. Кесси болса, әйелдің енді оның анасы емес екенін білетінін айтады. Осыдан кейін Бет Элидің қолында атып тастайды. Бірақ өлі көршілері қазір өлі ретінде қайта тіріледі. Шығудың жолын табалмаған Бет Кессиді лифтке салып, сонда қамауға алынады. Лифт қанға тола бастайды және барлық өлілер Элимен бірге оның аяқ қолдарын жыртып, ұяның денесін құра бастайды.
Осы кезде лифт толығымен қанға толып, салмақ оны бірінші қабатқа құлатады. Қанға толы лифттің есіктері ашылғанда Бет ес-түссіз жатқан Кессиді оятуға тырысады және оның тірі екенін көргенде жеңілдеп қалады. Бақытымызға орай Кесси пәтерден асығыс шықпас бұрын көлік кілтін алды. Енді екеуі қашып құтылуға тырысады. Біраз уақыттан кейін Дядит тұраққа келеді және Бет көліктің жерге кептеліп қалғанын түсінеді. Екеуі жабылатын саябақ қақпасының астынан өтіп қашып үлгерді, бірақ Дядит Кессиді сүйреп апарады. Өлген адам Кессидің басын шынжырмен кеспек болады, бірақ Бет дер кезінде араласады. Осыдан кейін ол Бетке назарын аударып, оны құрылыс көлігіне бекітілген үлкен ұсақтағышпен ұнтақтауға тырысады. Бақытымызға орай, Кесси машинаны өшіру арқылы Бетті дер кезінде құтқарып қалады. Хаос арасында Бет араны алып, бұйрық береді. Тегістегішті қайта іске қосу үшін. Ол әрбір ет бөлігі жойылғанша өлі адамды кесіп тастайды. Одақтастардың басы Бетті басқаруға тырысады, бірақ оның әпкесі қайтыс болғанын біліп, оны машинаға теуіп, оны бірден өлтіреді. Енді Кесси отбасының өліміне жылайды, бірақ Бет оған қарсы шығып, оны ғимараттан алып шығады. Келесі күні біз фильмнің басында көрген ғимараттың тағы бір тұрғыны Джессиканы көреміз. Ол көлдегі үйге демалысқа кетуге дайындалып жатыр. Ол айдап кетпекші болады, бірақ тұрақта кешегі түнгі қайғылы оқиғаның ізін байқайды. Содан кейін жын оны жаңа хост ретінде таңдайды және фильм Джессиканың жұмбақ тіршілік иесі оған шабуыл жасағанда өкпесінің шыңында айқайлауымен аяқталады. Осымен біз қорқынышты фильмді аяқтаймыз. Біздің арнамызға қосылуды ұмытпаңыз. Келесі бейнеде кездескенше.